Наз, сене бәрі дұрыс па? Неге бөлмең сонша шашылып жатыр, а? Ай, қызым-ай. Кешегі досыңмен сөйлестің бе? Қай уақытта кетті? Жоға, Сені ұнатып жүрген жігіт пе? мені кім ұнатады дейсіз? Бәрі дені сау қыздарға қарайды. Мен секілді мүгедек емес. Қызым-ау, неге олай дейсің? Енді бұлай ешқашанда айтушы болма. Өзіңді кемсітпе. Сенің сыртқы тәнің ғана ауру шығар. Бірақ та ішкі жан дүниең ең әдемі. Мен сені жақсы көрем, қызым. Ешқашанда ол өндеуші болма. Жарай ма? Рахмет, анашым. Терезе арқылы шығып кет. Бүгінгі сабақ маған ұнап жатыр. Не үшін деп сұрамай қойын. Қара түс менің сүйікті түсім. Мен ертең үйде кеш өткіземін. Сені де шақырамын. Мені ма? Неге таңғалдың? Жоқ, ештеңе емес. Мен міндетті түрде барамын. Сәресін ішпедің, енді әлсіреп тұрсың. Жоқ, менде бәрі жақсы. Қайта түсе берді. Стай тұршы, мен қазір келем. Назгүл. Неге оны ойлай берді? Мен онымен сөйлесуім керек. Жоқ, көре алмаймын. Назгүл, шыда. Нұржан, Назгүлдің сырғасын танымай қалмайтын шығарсың. Молодец. Назгүл. Құдайым-ай, мына жақта адам жатыр ма? Неғып тұрсың? Жедел жәрдем шақыр, тез. Иә, қазір. Наз.